Hi everyone, сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз to be етістігінің болымсыз және сұраулы түрлерін өтеміз. Біз алдыңғы сабақта to be етістігінің болымды түрін өткен болатынбыз. To be етістігінің болымсыз түрі біз алдыңғы сабақта өткендей есімдіктерден кейін to be етістігі қойылады, және де оған not сөзін жалғану арқылы осы to be етістігінің болымсыз түрі жасалынады. Мысалға, I, яғни мен. Алдыңғы сабақта өткендей I am болады, оған not сөзін жалғанып I am not болады. Келесі you are, яғни сен. Ал сен емес деген you are not болады. He, she, it, is, яғни he, she, it, ол емес деген ол he is not, she is not. It is not болады. Көпше түрде де солай. You are not, біз емес. You are not, сендер емес. They are not, олар емес. Келесі болымсыз түрінің қысқартылған түрін қарастырайық. Сол жақта I am толық жазылған, ал оң жақта I am қысқартылып жазылған. Енді I am not сөзін қысқартқанда I'm not. Алдыңғы сабақта айтқанымыздай, I-дан кейін апостроф қойылады және M әрпі жалғанады. Апостроф деген ол бізде үтір. Дәл солай, you-да you are not, you aren't болады. You aren't сөзінде are not сөзі бірігіп aren't болады. Келесі he, she, it, is not, isn't болады. Is-дан кейін n және апостроф, одан кейін t әрпі. Сонда he isn't, she isn't, it isn't болады. Және көпше түрде де we are not, we aren't болады. You are not, you aren't. They are not, they aren't болады. Байқасаңыздар, мына жерде қысқартылған барлығы апостроф жүреді. Апостроф деген ол үтір. Енді түсінікті болса, біз мысал қарастырайық. Бірінші, I am not Italian. Мен итальяндық емеспін. You aren't Italian. Сен итальяндық емессің. He isn't Italian. Ол итальяндық емес. She isn't British. Ол британдық емес. We aren't British. Біз британдық емеспіз. You aren't Italian. Сендер итальяндық емессіңдер. They aren't British. Олар британдық емес. Енді сұраулы сөйлемде to be етістігі есімдіктің алдына шығады. Болымды сөйлемде I am болады, ал сұраулы сөйлемде am I болады. You are, ал сұраулы сөйлемде are you болады. He, she, it, is болған, ал сұраулы сөйлемде is he, is she, is it болады. Мысал қарастырайық. I am German. Мен неміспін. Ал сұраулы сөйлемге айналдыратын болсақ, am I German? Мен неміспін бе? Немесе are you German? Сен неміссің бе? Is it Russian? Ол орыс па? Are we Polish? Біз полякпыз ба? Are you Russian? Сендер орыссыңдар ма? Are they German? Олар неміс пе? Енді сұраулы сөйлемдерге жауаптарды қарастырайық. Бізде жауаптың екі түрі болады, толық жауап және қысқаша жауап. Біз қазір қарастыратын ол қысқаша жауап, болымды және болымсыз жауаптар. Біз болымды түрде жауап беретін болсақ, мысалы, are you Russian? Сен орыссың ба деген сұраққа я деп жауап беретін болсақ,
Yes, I am деп жауап береміз. Yes деген я деген. Одан кейін есімдік, одан кейін етістік. Етістіктеріміз сол өзгеріссіз қалады. Мысалға, yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Көпше түрде де yes, we are. Yes, they are болады. Бұл бізде болымды қысқа жауап. Енді болымсыз қысқа жауап беретін болсақ, мысалы, сен қазақсың ба? Жоқ деп жауап беретін болсақ, no, I am not болады. Және де тағы мысал қарастыратын болсақ, are you German? Мысалы, сен неміссің бе? No, you aren't болады. Дәл осылай жауап бере береміз. Болымсыз болса no, одан кейін есімдік және етістіктер. Мысалы, no, we aren't. No, you aren't. No, they aren't болады. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Goodbye.